Бірақ ең қызығы мына қазақтар мысалы 20 ғасырдың басына дейін Иә. өзін өзі өзбек деп есептеген. Бұл этникалық термин болған жоқ. Иә. Бұл кәдімгі мына мәдени тарихи термин болды. Біз дейді ана неден бастап Орынбордан бастап Қытайға дейін бәріміз өзбекпіз дейді. Өзбектің ішінде біз қазақпыз дейді. Өзбек деген мына қазақтың дәстүрлі тарихи санасында өзбек деген мына алтын орданың халқы. Сондықтан қазақ өзбекке өзін жатқызады, қарақалпақты жатқызады, башқұртты жатқызады өзбекке, ноғайды өзбекке жатқызады. Және қазіргі өзбектің мына руға бөлінетін өзбектер кезінде әлі Мұхаммед Шайбанимен бірге даладан кеткен. Соларды да жатқызады. Өзбектің ішінде әлгі руға бөлінетін өзбектер бар, руға бөлінбейтін өзбектер бар қазір. Сол руға бөлінетін өзбектерді де қазақ өзінің туысы деп есептеген. Ол да өзбек. Сол өзбек өз ағам деп. Сол өзбектің ішінде мынандай руға бөлінетін өзбектерді сол есептеген. Олар мына 20 ғасырға дейін олай бөлмеген, бұл біз емес.